бәріміз де Әбілқасым айтады, ата енем күнде келеді, үйімізге араласа береді дейді. Құдағи, енді айып етпеңіз, айтқаныма. Бірақ ұрысса да, таласа да бармаңыздар. Керегі сол. Мен де қыз ұзатып отырмын, келін алып отырмын. Өзімді бармай. Оны керегі жоқ та, екеуінің арасында түскен есі кеткен түседі. Дұрыс қой. Екеуі бақытты болсын, бізге сол, барлығы сол. Енді бұл жерде былай ғой, бұл кісілердің мен түсінгенім, тұңғыш жиендер екен, әлі немере сүймеген. Екі қыз, жоқ, тыңдаңызшы, екі қыз тұрмысқа шықпаған. Бұл кісілер енді неге ұрыс керіске жинала береді, жүгіре береді, келе береді? Өйткені қызды әлі үйінен жібере алмаған сияқты бұл кісілер. Немерелер, жиендер ғой енді, жиендерге жүгіріп келе береді, араласа береді. Әрине ол Әбілқасымның намысына тиеді, көңіліне келеді ол да. Өйткені анда-санда, айында, жылында сыймен, қадірмен келіп кетсе, мүмкін ол да басқаша болар ма еді. Осылай кеп араласады, келеді, ұзатылған қыздың артынан енді ата-ене олай күнде келе бермеуші еді баяғыда. Жоқ, күнде бармаймыз біз. Енді күйеу бала өзі звондайды. Апа, пәленше ауыр соримен больницаға кетті. Айналып басқа тірлігіміз жоқ болса онда. Енді екі балам қап кетті, қарау үшін звондайды өзі. Жаңағы алғашқы немереміз деп атсыз да. Негізі действительно кеткен қазақта сөз бар. Шыққан қыз шиден тысқары дейді. Қыз кетті ма, жат жұрттық. Оған негізі қыздың анасы араласа берген дұрыс емес негізі. Ұрысты ма, соғысты ма, звондап жатыр ма, айтыңыз, қызым, айналайын. Кішкене өзің дұрыстап ал отношениеңді. Сіз оған ортасына түскенмен, сіз просто ушықтырып жатсыз отношенияны. Не болды? Қызым көп ауырып больницаға түсіп қалды. Өзі шақырады. Апа, келесіз бе, пәленше скорыймен больницаға түсті. Ана балдарға қарайтын. Жоқ, ол кездегі келе бермейді мен. Мен бара бермеймін онша. Сондай кезде ғана барам, қарайтын кезде. Өйткені немерелері қараусыз қалып кетеді. Кішкене ұрысып қалсақ жүгіріп келеді. Енді өздеріңіз білесіздер, кімге сенесіздер, оған сеніңіздер. Жоқ.